касая бейка арқылы мойын ойығын өңдеуді көрсетемін. Матамыз міне тігінен осылай тұр. Мен матаны қиқымдарын пайдаланып жіберу мақсатында мінекей осы жерден 45 градуста көлденең етіп касая бейка қырқып алатын боламын. Ені 3,5-4 сантиметрлік касая бейка жарайды. Сондықтан мен дәл осы линейкамды пайдаланатын боламын. Касая бейка 45 градус қиғаштықта алынған мата. Бұл детальдар қиғаш кесілгеннің есебінен өте созылғыш, иілгіш болады. Қазір осы касая бейканы мен екіге бүктеп, мінекей дәл ортасынан бүктеп, үтіктеп аламын. Иық тігістерін қосып тігіп алдық. Енді осыны касая бейканы мінекей оң жағынан айналдыра, мойынға сәл жеткізбей, мінекей айналдыра машинкада тігіп келетін боламын. Айналдырып тігіп аламын. Осы жерге 2 сантиметр жеткізбей, осы жерден тігіп бастаймыз. Осылай 4-5 сантиметр жеткізбей, тігісті тоқтатамыз да, ана касая бейканы бір-біріне қосамыз. Ол үшін біз өлшейтін ручкамызбенен қосылатын жеріне метка беріп алайық. Екі бейканы бір-біріне қосып тігеміз. Мына артықтың барлығын қырқып алып тастаймыз. Енді осыларды ішіне қалдыра отырып, касая бейкамызды мойынға жалғастырып тігеміз. Касая бейканы мойынға айналдыра тігіп алдық. Енді мұны оң жағынан тіктік. Енді мұна тігкен касая бейканы мұны бүктелген тұсын құлатамыз осы жаққа қарата. Құлатып, осыны үстіне 0,1 етіп басып тігіп аламыз. Мына жерден айналдыра басып тігіп келеміз. Бүктелген жағы міне осыны жатқызып тігеміз. Мінекей 0,1 миллиметр бастырып айналдыра тігіп алдық. Енді мінекей көрініп тұр, ішінде артық жері көрініп тұр. Осы артықты біз қазір мінекей мына жерден алып, кесіп алып тастаймыз. Мынада жіңішке етіп 0,1 миллиметр етіп кесіп алып тастаймыз. Бізге мына жағы керек емес. Осыны қиып алып тастаймыз. Біз міне көрініп тұрған артығының барлығын қырқып алып тастадық. Енді осы қырқылғанымызды ішіне қайтарып тігетін болса, осы жағаны былай қайтара тігеміз. Қайтарғаннан кейін шетінен 0,1 миллиметр бойымен жүріп отырамыз. Осылайша айналдыра мойын ойығын тігіп аяқтауымызға болады. Мінекей тігісімізді аяқтадық. Қараңыздар, бізде қандай болып шықты тігіс. Мынау оңы, мінекей теріс жағы. Жаздық киімдерді касая бейкамен өңдеу өте әдемі көрінеді.
мінекей мойын ойығын өңдеуді аяқтадық.